Менің сүйікті оқушыларым, енді әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Қане, мұқият қарап отырыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тазалықты сүйемін. Сабағымызды бастамас бұрын мына нақыл сөзбен танысып алайық. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Яғни адам бойындағы еріншектік, салақтық, надандық жаман қасиет екенін айтып тұр. Бұл нақыл сөздің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы, Шығыс Қазақстан облысында туған ақын және аудармашы. Олай болса, мәтінмен таныс болайық. Салақтық мәтінін мына 3 жоспар бойынша мазмұндауға болады. Кәрімнің тазалықты сақтамауы, екінші, Кәрімнің ауырып қалуы және Кәрімнің улануы. Олай болса, Кәрімнің тазалықты сақтамауы бөлімінен бастайық. Кәрім деген өзі жұмысқа тәуір жігіт болса да, жуынып, кірсіз көйлек киіп, таза жүрумен ісі жоқ еді. Әркім айтушы еді: "Саған не болды, Кәрім? Бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше жуынсаң болмай ма?" деп. "Қолым тимейді" деуші еді ол. Кәрімнің ауырып қалуы. Сөйтіп жүріп, тұла бойын шиқан қаптап, қотыр болды. Осылайша құрысып, тырысып жатқанда әркім сұрайды: "Кәрім, саған не болды?" деп. Кәрім айтады екен: "Күнәм үшін Құдайдың бір берген сазайы дағы" деп. Оған қарсы таныстары: "Рас, Кәрім, Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні сүймейді. Тым болмаса, жұмасына бір моншаға түссең, не болмаса, үйіңде сабынмен жуынуды әдет етсең, бұл бәлеге душар болмас едің." Сонымен Кәрімді ауру жататын үйге алып барып, таза жуындырып, таза киім киіндірді. Ем қылған соң, аз ба, көп пе жатып жазылды. Мәтіннің соңы Кәрімнің улануы. Мұнан соң Кәрім бір зауытқа барып жалданыпты. Өздеріңізге белгілі шығар, зауыттағы нәрселерді бояйтын бояулардың қай-қайсысы да у болады. Бір күні қожасы Кәрімге бір бояуды араластырып қой деп беріпті. Араластырып отырып, кәдімгі үйренген қалыбынша қолын жумастан барып тамаққа отырып нан жепті. Қолындағы бояудың жұғынының бәрі де жеп отырған нанына жабыса береді. Бір мезгілде Кәрімнің іші бүріп, ауыра бастапты. Әлгі бояу у бояу екен. Бұл әңгіменің авторы Ыбырай Алтынсарин. Ол Қостанай облысында туған, ұстаз, тұңғыш қазақ оқулықтарын жазған және де қазақ жерінде тұңғыш мектеп ашқан адам. Енді балалар, осы 3 бөлім бойынша мәтінді мазмұндап көрейік. Кәрімнің тазалықты сақтамауы. Кәрім жұмысты жақсы істесе де, бірақ жуынып, таза киім кимейтін адам болыпты. Бірақ қасындағылары: "Саған не болды? Жуынсаңшы" дейтін, бірақ ол қолым тимейді деп жүре беретін. Кәрімнің ауырып қалуы. Сөйтіп жүріп, оның денесіне қотыр шығыпты. Шиқан деген тері ауруы пайда болыпты. Содан достары, таныстары не болды десе, "Құдай мені жазалап жатыр" дейді екен. Содан Кәрімді ауру жататын үйге апарып, жуындырып, емдепті. Содан кейін жазылыпты. Мәтіннің соңы Кәрімнің улануы. Сөйтіп Кәрім бір зауытқа жұмысқа тұрыпты. Сол зауытта жүргенде бастығы бір бояуды араластыр депті. Ол сол бояуды араластырған қолымен тамақ жепті. Сол нанына бояу жұғыпты. Бір кезде іші ауырып, уланыпты. Сөйтсе ол улы бояу болған екен.
Міне балалар, тазалық сақтамасақ, жуынбасақ, осындай ауруларға душар болуымыз әбден мүмкін екен. Сондықтан да тазалық денсаулық кепілі дейді екен. Үнемі жуынып, қолымызды жуып жүрудің пайдасы бар екен. Енді қарайық, салақтық деген қандай қасиет? Ол дегеніміз жалқаулық, еріншектік, тазалық сақтамау және ұқыпсыздық. Сондықтан балалар, бұл әдеттерден аулақ болуымыз керек екен. Үйге тапсырма, суреттерді қарай отырып, тазалықты сақтаудың 5 ережесін құрастырып, дәптеріңе жаз. Және де сөйлем бойынша 5 сұрақ құрастырып, жауап бер. Тапсырмаларды орындап болған соң, маған жіберуді ұмытпа.